Ақша табудың ең оңай жолы. Сұрағы. Білесіз ба, мен осыны зерттей келе осындай бір идея шықты да, неге мен баймын деп. Сөйтсем, оказывается, менің әйелім ақша өте көп жаратады деген да. И бір жақында бір кітап оқыдым да, сол жерде жазғанда, егер бай болғың келсе, ақша көп жарататын, ананы алып бер, мынаны алып бер дейтін әйел табу керек екенсің да. Бәр нәрсе әйелге байланысты. Әйел қаншалықты көп сұраса, сіз қаншалықты әйеліңізге көп ақша бере берсеңіз, сіздің табысыңыз көбейе береді. Сіз бай боласыз. Өйткені кез келген еркекке бір мотивация керек та. Бізге мотивация әйеліңді қуанту ғой. Әйеліңді қуанту. Әйеліңе любой нәрсе алып берсең, айфон алып бер, шуба алып бер. Әйелің қуанады. Еркектер көбінесе біз біреуді қуантқаннан рахат алып қуанамыз да. Әйелдерде ондай емес, әрине. Но еркектер сондай. Сол үшін бай болғыңыз келсе, әйеліңізді запросын күшейтіңіз, әйеліңізге алып беріңіз сұраған затын бәрін, әйеліңіз сізден сұрауды өтініш қылыңыз даже. Әйеліңіз барып айтыңыз, менен сұрашы, мен алып берейін саған деп айтыңызшы.